Әл-Фараби атындағы қазу жанындағы Абай ғылыми зерттеу институты 2009 жылы құрылған. Міне осы уақыттан бері 10 жылдан астам уақыт ішінде бұл институтта үлкен ғылыми зерттеу нәтижелері іске асты деп айтуға болады. Соның үлкен бір үлгісі абайтану таңдамалы еңбектерінің 50 томдығы жарық көрді. Мінекей 50 томдығы бірінші томнан бастап осы бүкіл абайтану саласындағы әдеби танымдық бағыттағы зерттеу еңбектері осы 50 томдыққа енді. Міне осы 50 томдықтың негізінде абайтану антологиясы, осы 50 томдыққа енген еңбектердің ішіндегі ең бір іргелі, ең бір ғылыми мойындалған еңбектер абайтану антологиясы атты 10 томдыққа енді. Сондай-ақ Абай институтының еңбектері деген сериямен біз қазір мінекей 22-ші кітапқа келдік. 22 кітап құрастырудамыз. Әлі де бұл жалғасады, бұл серия бойынша кітаптар. Соның бірі мінекей Абай Құнанбаевтың таңдамалы 2 жинағы жарық көрді. Оның сыртында Абайдың аудармалары енген асыл нұсқа атты жинақ бар. Сондай-ақ біздің институтта өзіміздің веб-сайтымыз бар. Веб-сайтымызда осы материалдардың барлығы электронды түрде жинақталған. Және тағы бір атап өтетін ғылыми зерттеу нәтижесі Абайдың кісілік кодексі деп атап айтқымыз келеді. Мінекей Абайдың кісілік кодексі осы ғылыми зерттеу жобасының нәтиже ретінде жарық көрді. Бұған Абайдың барлық басқа шығармаларындағы қара сөздеріндегі, әлеуметтік тақырыптағы өлеңдеріндегі тұжырымды, тағылымды, өнегелі ой пікірлері жинақталды. Кодекс жалпы 18 сөзден тұрады. Және бұл кодексті біз қазір жаңа Қазақстан жастарының, жаңа Қазақстан зиялыларының өмір сүру қағидалары ретінде ұсынуға болады деп санаймыз. Яғни Абайдың кісілік кодексі бұл осы бізде институтта орындалып жатқан Абай ілімін білу, түсіну және қолданудың теориялық тетіктері атты ғылыми жобаның бір негізгі нәтижесі болып саналады. Сондай-ақ біздің осы ғылыми жобаның тағы бір нәтижесі Абай ілімі атты оқу пәні былтырғы оқу жылынан бастап Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқу үдерісіне енгізілді. Жалпы білім беретін пәндердің қатарындағы Абай ілімі пәні бұл жалпы болашақтағы жоғары білім иелерінің, зиялылардың тұлғалық құзыреттілігін дамытуға бағытталып отыр. Абай ілімі пәні осы оқу жылынан бастап университеттегі барлық факультеттерге, оның ішінде жаратылыстану факультеттеріне де енгізілуде. Қазақстандағы білім сапасы жалпы алғанда жақсы деп бағалауға тұрарлық. Өйткені басқа осы СНГ бұрынғы мемлекеттермен салыстырған кезде Қазақстан білім сапасы көш ілгері деп айтуға болады. Өйткені қазір баяғы кеңес үкіметіміз басқа мемлекеттермен байланыс жүргізіп жатырмыз. Шетелде оқып келген жастарымыз бар. Сондықтан мынау білім сапасы жыл сайын жоғарылап келеді. Аузымызды қу шөптен сүртуге болмайды. Сондықтан білім сапасына көңіл толу. Өйткені жастардың қазір білімге деген қызығушылығы жыл сайын артып келе жатыр. Өйткені жастар қазір білімді азаматтың ары қарай жетістікке жететінін қазір жастар түсініп қабылдаған. Сондықтан білімге құштарлығы, тілге де, білімге де. Сондықтан шетелді мойындатып жатқан, мысалы математикадан болсын, басқа ғылым салаларынан болсын, шетелді мойындатып жатқан жастарымызды көріп көзіміз қуанып отырамыз. Қазір енді технология дамыды, интернет деген дамыды. Сондықтан қазір технология өзгерді. Баяғыдай дәріс оқып, немесе сабақты тек сұрау ғана балдарды қызықтырмайды. Өйткені қазір бала жастайынан 3D-ні көріп, театр болсын, оқу болсын, білім болсын, өнер болсын, жастарды қазір жай құр сөзбен алдай алмайсыз. Өйткені жастайынан олар
теледидардан, әлеуметтік желіден қазіргі технологияның барлық мүмкіншілігін көріп өскен жастар. Сондықтан оларды осы заманға сай жаңа технологиямен, технологияның жаңалықтарымен бірге сонымен жарыса отырып оқыту керек. Сондықтан жастардың қызығушылығы қазір өте көп, жоғары.